Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика сабағынан бүгін 76-шы сабақта берілген тапсырмалардың орындалу жолын көрсететін боламын. Бүгінгі тақырып қарама-қарсы бағыттағы қозғалысқа берілген есептер. Кітаптың 128-ші бетіндегі екінші тапсырмаға қараймыз. Бұл тапсырмада балалар мынандай есеп берілген, осыны амалдар бойынша шығар дейді. Екі ауылдан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы бағытта екі мотоциклші 65 метр минут және 70 метр минут жылдамдықпен жолға шықты. Жарты сағаттан кейін оларды кездесті. Екі ауылдың ара қашықтығын тап дейді балалар. Енді балалар, сендерге мен мына нәрсені түсіндіре кеткім келіп тұр. Бұл жерде бір-бірінен деген сөздерге мұқият болуымыз керек. Сызбаны салған кезде бір-біріне десе, бір-біріне дейтін болса балалар, біз онда жәнегі бір-біріне қарама-қарсы бағытты осы сызбаны саламыз. Әрпіне аяқталатын болса, егер бір-бірінен десе, бір-бірінен деп аяқталса, бір-бірінен, ныға аяқталатын болса, онда біз жәнегі балалар екі жаққа, яғни қашықтау жылдамдығы бұл жерде. Мұнда жақындау жылдамдығы, мұнда қашықтау жылдамдығы. Осы әріптерге қарап, мына сызбаны жасайтын боласыңдар. Жақсы балалар, бұл сендерге сабақтың барысында түсінікті болу үшін сызып тұрмын. Енді қараймыз. Бірінші мотоциклшінің жылдамдығы 65 метр минут. Екінші мотоциклшінің жылдамдығы 70 метр минут. Олар жарты сағаттан кейін кездесті. Балалар, жарты сағат дегеніміз бұл бізде 30 минут. Енді осы жәнегі екі мотоциклші шыққан, міне бір ауыл. Осы екі ауылдың ара қашықтығы қанша екенін табуымыз керек. Ол үшін балалар, сендер білесіңдер, біз ең бірінші жақындау жылдамдығын табамыз. Жақындау жылдамдығын табу үшін 65-ке 70-ті қосамыз. Яғни В1-ге В2-ні қосамыз. Тең 135 метр минут болады. Бұл бізде жақындау жылдамдығы. Енді балалар, осы жақындау жылдамдығын, жәнегі мына екі ауылдың ара қашықтығын табу үшін жақындау жылдамдығын уақытқа көбейтеміз. Яғни балалар, 135 метр минутты көбейтеміз 30 минутқа. Тең 4050 километр, 4050 метр болады, кешіріңдер. Енді балалар, екі ауылдың ара қашықтығы 4050 метрға тең болады екен. Бұл біздегі номері екінші есептің шығарылу жолы. Ал жауабын балалар өздерің жазасыңдар. Екі ауылдың арасы 4050 метр деп жазасыңдар. Балалар, енді кітабымыздың 129-ші бетіндегі үшінші тапсырмаға қараймыз. Бұл жерде былай дейді: есепті теңдеу құрып шығар дейді. Бір ауылдан бір уақытта бірінен бірі, мен жаңа сендерге айтып өткен балалар, бірінен бірі, яғни балалар бізде қашықтау жылдамдығы, бірінен бірі қарама-қарсы бағытқа екі жолаушы шықты. Біреуінің жәнегі жылдамдығы, яғни В1 5 километр сағат, яғни бір сағатта 5 километр. Ал екіншісінің жылдамдығы балалар 3 километр сағатына жүреді екен. 3 километр сағатына. Енді 3 километр сағатына жүреді. Қанша сағаттан кейін олар бір-бірінен 16 километр қашықтықта болады. Қанша сағаттан кейін десе, балалар бізден уақытты сұрап тұр. Ал екі ауылдың, жәнегі бару керек екі ауылдың ара қашықтығы бізге белгілі. Ол 16 километрға тең. 16 километр. Енді балалар, мына жерде бізге бұл тапсырмада теңдеу құруды сұрап тұр. Өздерінде нұсқаулықты көріп отырсыңдар, иә балалар? Теңдеу құрыңдар дейді. Теңдеу құру үшін не істейміз? Бізге жәнегі қашықтау жылдамдығын табу үшін В1-ге В2-ні қосамыз. Олай болса 5-ке қосамыз 3-ті. Енді уақытқа көбейтуіміз керек, бірақ бізге уақыт белгісіз, сондықтан мен уақытты X-пен белгілеймін. Тең 16-ға. 16-ға. Біз қазір уақытты табамыз. Ең бірінші орындалатын амал бұл жақшаның іші. 5-ке 3-ті қосатын болсақ, балалар, 8 көбейту X. Тең 16. Міне балалар, бізге осындай жай теңдеу пайда болды. X тең 16. Мына жердегі көбейтуге кері амал 8. X тең 2-ге. Олай болса балалар, екі ауылдың жәнегі екі жолаушының жолға кеткен уақыттары 2 сағат екен. Енді тексеріп көреміз балалар. 5 қосу 3 көбейту 2 тең 16.
Бұл жерде теңдеуді теңестіреміз міндетті түрде. 16, 5-ке 3-ті қоссақ 8, 2-ге көбейтсек 16. 16 16-ға тең, олай болса біздің мына шығарған тапсырмамыз балалар дұрыс болады екен.